Сәлем достар, менің есімім Бақкелді Ұлжан. Қазіргі уақытта мен 4-ші курсты бітірдім. Мамандығым математика, статистика. Қазіргі уақытта мен жұмыс жасап жатырмын. Қытай компаниясында аудармашы ретінде. Менің айтайын дегенім, кеше менің ойыма бір өте қызық идея келді. Мен қазір жұмыс жасап жатқан компаниямда қазірше осы жаңа жылға қарай 1-2-3 айға жұмыс тоқтай тұратын болды. Сол кезде маған басқа жұмыс алмастыруға, уақытша басқа жұмыс алмастыруға тура келді. Шыны керек, бұл хабарды естіген кезде мен кішкене ішімнен жүрексіндім. Себебі әрқандай адам бір жұмыс алмастыратын кезде немесе жаңа бір затты істейтіннің алдында барлық адамда осындай қобалжу, жүрексіну болады. Тура солай мен осы жұмысқа келген кезде сондай болған едім. Енді қызық маған, не үшін мен қорқамын одан, не үшін қорқамын? Басым жарылып, көзім шыққан әңгіме емес, жай ғана жұмыс алмастыру деп ойладым. Шын мәнінде мен күнделікті өмірде көп жағдайда өте абайлап, жаңа нәрселерге жоламай, бұрынғы жүрген жолыммен сол жүреді екенмін негізі байқауым бойынша. Бірақ ойладым, не үшін мен қорқамын бұл заттардан? Бір қорқынышты нәрсе емес қой деген секілді. Сосын кеше бір идея келді. Енді барлық адамда сондай болады. Бір жаңа істі бастамас бұрын, жаңа жұмысқа кірмес бұрын, жаңа бір адаммен танысу кезінде болсын, сондай бір қорқыныш болады. Сол үшін мен осы күнде бір өзгеріс, күнде бір бұрынғыға ұқсамайтын заттар жасап көргім келді. Және осыны осылай видеоға түсіру арқылы сіздерге көрсеткім келді. Енді мен бұны YouTube'қа салам, әрине біріншіден бастап, себебі YouTube'да мені көретін таныстарым аз деп ойлаймын. Бірінші осылай бастап көрейік. Қатты әдемі емес, өте қазіргі бар жағдаймен бастап көргім келді. Сол сіздерге айтқым келгені, бүгінгі менің бұрынғыдан өзгеше жасап отырған әрекетім тура осы YouTube'ға видеоны түсіріп, осыны салу.